Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 36-шы сабақ қайталау сабағы болады. Яғни алдында өткен тақырыптарды қайталаймыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын алдыңғы өткен тақырыптарды үй тапсырмасы ретінде немесе қызықты әдіс тәсілдеріңіз арқылы сұрап алсаңыздар болады. Мысалы, доп лақтыру әдісімен, немесе күшік кесек беру әдісімен қорытындыласаңыздар, немесе интерактивті тақтамен Word Wall программаларын қолданып сұрақ жауап алсаңыздар болады. Ендеше бірінші жаттығудағы өлеңді түсініп оқимыз. Аға ақылы, жаман сөзге ермеші, намысыңды бермеші, ел сенімін ақташы, абыройды сақташы. Өлең неліктен аға ақылы деп аталған? Өйткені бұл жерде әкім Ысқақ ағамыз жаман сөзге ермей, намысты бол және ел сенімін ақтап, абыройлы азамат бол деп өз ақылын айтып тұр екен. Енді келесі сенім, абырой. Қарамен жазылған сөзге қарайықшы. Осы сөздердегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды атайық. Сенім сөзінде е және сөздері. Бұлар дауысты және жіңішке дыбыс. А, о дыбыстары жуан дауысты дыбыстар. Сөздің жуан немесе жіңішке айтылғанын қалай білеміз? Ол үшін жіңішке дыбыстарға қараймыз және жуан дыбыстарға қараймыз. Яғни сенім сөзінде жіңішке дауысты дыбыстар кездесетін болса, ол сөз жіңішке айтылады. Ал егер абырой сөзіндегідей а, о, дыбыстары жуан болып келетін болса, ол сөзде жуан дауысты сөз болып табылады. Екінші жаттығу. Кесте бойынша сөздерді тауып жаз. Жіңішке айтылатын сөздер және жуан айтылатын сөздерді табайық. Қане балалар, қандай жіңішке дыбыстан келетін сөздерді айтсақ болады? Мысалы, сенім, сезім, тағы да кілем, кірпі, өрнек, яғни осылай жіңішке айтылатын сөздерді табады екенбіз. Келесі жуан айтылатын сөздерді айтайық. Алма, ойын, айна, қол, шаш. Ары қарай өздерің ойланып жаза қойыңдар. Жазып болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Сөздерді тасымалдап жаз. Мына берілген сөздерді тасымалдап жазамыз. Яғни диктант жазған кезде қалай тасымалдаймыз, дәл солай тасымалдап жазамыз. Орындап болсақ, төртінші жаттығуға қараймыз. Тасымалданбайтын сөздерді тауып айт дейді. Оқушы сөзі. Оқушы сөзі тасымалдана ма? Оқушы. Бұл жердегі о дыбысы жалғыз дауысты болып, өзі жеке буын құрап тұр, иә? Дұрыс айтасыңдар. Бір буынды және жалғыз өзі дауысты дыбыс, бір ғана дауысты дыбыстан тұратын болса, ол сөз тасымалданбайды. Келесі ақыл. Бұл да жалғыз дауысты дыбыс, сондықтан тасымалданбайды. Ес, бір. Бұлар да қандай сөздер? Дұрыс айтасыңдар, бір буынды сөздер. Ал күшік, терезе, бұл сөздер тасымалданады, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі балалар өткеніміз қайталау сабағы. Барлық тапсырмаларды, алдын өткен тақырыптарды қайталадық. Келесі сабақта кездескенше.